Бармысың, бауырларым жалғыз шешем, майданда мұхит балаң аман есен. Біздерде бөтен сөз жоқ, біз жеңеміз, бастаушы қамқоршымыз, ұлы көсем. Әбеке, неге мұнша күйеді ішім, барады от боп жанып ішетсім, өзіңмен госпитальда бірге жаттым, ел жаққа хат жазып бер менің үшін. Анашым, мен өлді деп өле көрме, көңіліңді қайғы дертке бөле көрме, артымда Гүлзағира қарындасым, мал үшін бір жаманға бере көрме. 17-18-ге келді жасың, артымда Гүлзағира қарындасым, ағаңның саған айтар зор тілегі, анашым, мұхитым деп жыламасын. Балаңыз алғы шепте жауғас шапты, қан майдан соғысында медаль тақты. Жанапа, ботаңызға жаным разы, ботаңыз госпитальда қаза тапты. Тамаша, қазақ өлеңдерінің бірегей өлең шумақтарын оқитын, қазақ ақындарын дәріптеп, насихаттап жүретін қыз жігіттерден құралған ұжым Тастикке орта толтыр. Ассалаумағалейкум. Қайырлы таң. Мереке құтты болсын. Мереке құтты болсын. Сіздерді осынау бір ұлы жеңіс күнімен құттықтаймыз. Қымбат көрермендер, таныстырып өтейік. Бүгін бізде студиямызда қонақта осы қазақ өлеңдері тобының белді мүшелері Тастик Сатпаев, Мадияр Серікұлы және Еламан Әмірғазы келіп отыр. Қайырлы таң, жігіттер. Қош көрдік. Барша қазақстандықтарды бүгінгі жеңіс мерекесімен құттықтаймыз. Тамаша, жігіттер, жалпы енді қазақ өлеңдері деп айтып отырмыз. Сіздердің топтарыңыз қашан құрылды? Біздің көрермендеріміз де ол туралы бір ақпар білгісі келеді. Құрылғанына 2 жылға жуық уақыт болып қалды. 2017 жылы құрылған болатын. Содан бері міне жұмыс жасап келе жатырмыз. Қыздар бар, жігіттер бар. Осы қазақтың поэзиясын сүйетін, қазақтың ақындарының өлеңдерін осылай жатқа мәнерлеп, жүрекпен шығарып, жеткізіп оқитын жігіттер, қыздардан құралған кішігірім топ. Бүгін қыздарды тастап кеттіңдер. Қыздарды, я. Бүгін тек жігіттер енді осындай отан қорғаушы мейрамы болып жатқаннан кейін жігіттер болып шығайық деген бір кішкене оймен. Мұның өзі толық құрам емес, белгілі бір себептермен қалған жігіттер келе алмай қалды, өкінішке қарай. Негізгі жобаның басты автор идеясы осы Тастик болатын. Барлығымыздың басымызды біріктірген осы Тастик. Біз негізі әркім осы топтағы қыз жігіттер болсын, әрқайсысы әр саладан, әр қалада жан-жақтан. Көбісін ғаламтор арқылы Инстаграм желісінде әртүрлі видеолар оқып түсіріп, содан көріп, басын біріктіріп, осындай топ жасақталды. Содан бастап алды ғой жалпы. Бастап алды, иә. Тамаша, жігіттер енді айтқандай өткен отан қорғаушылар күнімен құттықтаймыз. Сіздер де енді өздеріңіздің керемет өлеңдеріңізбен, мынау поэзияны ұлықтайтындарыңызбен жастарымызға бір керемет рух бересіздер. Соған да осы сәтті пайдалана отырып көп рахмет айтам. Енді қазақ өлеңдерінің қазіргі таңға жоспары қандай екен? Алдағы уақыттарда үлкен Қазақстандағы қалаларды аралап, кішкене поэзияны насихаттап, кішігірім кештер өткізетін боламыз. Яғни әртүрлі қазақтың ақындарының өлеңдерін топтастырып, яғни жинақ қылып. Соның ішінде бірақ қазіргі таңның қазақ ақындарының өлеңдері де қосылады, иә? Иә, мысалға Ахмет Байтұрсыновтан Сұлтан Махмуд Торайғыров бар. Сол заманнан бастап қазіргі замандағы Қалқаман ағамыз, Серікзат Дүйсенғазин ағамыз бар. Сол кісілердің өлеңіне дейін барлық өлеңдер оқылатын болады. Биылдан толықтыра кетейін, кешіріңіздер. Биылдан бастап біз 2 кеш бердік. Осы Астана қаласында кішігірім 2 кеш, ол жаңа таяуда болған Мұқағали Мақатаевтың туған күнінің кешіне орай поэзия кешін ұйымдастырдық. Одан кейін жақында жалпы жастармен кездесу поэзия кешін ұйымдастырдық. Енді Алла қаласа, алдағы уақытта үлкен қалаларды аралап, насихаттау мақсатында осындай кештер ұйымдастырамыз деген басты жоспарымыз бар. Себебі биыл рухани жаңғыру аясында ұлттық мүддемізді дәріптеп, нақыштау мақсатында биыл және де жастар жылы жастарды көбірек әдебиетімізді дамыту мақсатында насихаттайық деген ниет бізде. Тамаша, жігіттер, жалпы аяқ алыстарыңыз өте тамаша деп айтсақ болады.
Енді осы қазақ өлеңдерінің бүкіл техникалық жағына Тастиктің өзі жауап береді, иә? Жаңылмасам, видеоны жинау, енді ол біздің көрермендерімізге де сіздердің жаңағы парақшаларыңызға жазылған көптеген адамдарға да қызық. Ол қалай жиналады екен, соның барлығын түсіруге не қанаттандырады деген сияқты. Тастик өзі әмбебап жігіт бұл. Әрі видеограф, әрі фотограф, продюсер, координатор, барлық болып кетеді. 8 қырлы, бір сырлы жігіт. Дәл солай. Енді ол жағына келетін болсақ, бізде бір белгілі бір үйім болмағаннан кейін, бір құрылмағаннан кейін барлығын өзіміз жасауымыз керекпіз. Сондықтан да айтады, болмасаң да ұқсап бақ дейді ғой. Әйтеуір қолымыздан келгенше барынша тырысамыз, әйтеуір әдемі шығаруға. Сөйтіп әмбебап болып кеткен жайымыз бар. Иә, тамаша. Жігіттер, жалпы қазақ өлеңдері әрқашанда шарықтай берсін дегіміз келеді. Өздеріңізден тағы да бір қонаққа де сұрасақ, өздеріңізден тағы да бір өлең жолдарын сұрасақ. Енді бүгін мінекей ұлы жеңіске 74 жыл толып отыр. Жалпы бұл бүгінгі мамыражай тірлік, бірлік осы ата-бабаларымыздың кезінде төккен қан мен тердің арқасында осы күнге жетіп отырмыз. Қазіргі оқиын деп отқан өлең ол Ақиық ақын Мұқағали Мақатаев атамыздың 1941 жылы, яғни соғыстың басталған уақыты, соны суреттейтін өлең. Соны оқып берейін. 1941 жыл, ақпандатқан, сыртта аяз, ауылымызда аққар жапқан, үңірейген үрей тұр соғыс дейтін, алапат аспан жерді аттандатқан. Аттан деді, ол ертең аттанады еңбектің ақтабаны, күрегінің орнына қару алып ол ертең аттанады. Жардай тұр шар аспанда, тозған таға, үскірік үрлей мәлде қозғалтама, әжем жүр туған жердің топырағын, тұмарғып тігіп жатыр өз қалтаға. Ол отыр, аямай-ақ ішіп алған, санасы мазалайды күшік арман, аттан әке таныс қой күрес саған, күресуі керек қой күші бар жан. Неге бізге үмітсіз тесілесің? Аттан әке, жолыңнан кешігесің, кеудесінде шыбыны бар пақырлар тауып жейді сенсізден еспесін. Қалай сені жұбатам, аңыра ана, сауғайт деп тәңіріңе жалын ана, мұны тұрған еміз құлас егер, саған жар, әке бізге табылама. Жалынған ғазиз анам жылап қалған, жоғалды сол бетімен, бірақ тарман, сенбеймін әкең өлді дегенге мен, себебі ол үйімізден тірі аттанған. Тамаша, жігіттер, көп рахмет бүгін біздің қонақжай студиямызға келіп өздеріңіздің өлеңдеріңізді біздің қазақтың нағыз майталман ақындарының, Ақиық ақындарының өлеңдерін оқып бергендеріңізге дән ризамыз. Көп рахмет. Қазақ өлеңдері әрқашанда шарықтай берсін. Қымбатты көрермендер, тағы да таныстырып өтейік. Қазақ өлеңдерінің белді мүшелері бүгін бізде студиямызда қонақта болды. Еламан Әмірқазы, Мадияр Серікұлы және де Тастик Сәтбаев.